Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Айзада каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ең ерекше, дастарханның көркін келтіретін, отбасымызбен сүйіп жейтін ең дәмді салаттың түрімен бөлісемін. Қолжетімді ингредиенттерден әрі әзірленуі расымен өте жеңіл. Сіздің және отбасыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, менімен бірге әзірлеңіз. Қараңыздаршы, мерекелік үстелдің көркін ашады. Әрі қарапайым өнімдерден болғандықтан бір-бірімен өте жақсы үйлеседі. Салаттың бетіндегі сухариктерді қолдан әзірлейміз. Ол үшін алдын ала сарымсақтан майымызды әзірлеп алуымыз қажет. Бір түйір сарымсақты ұсақ үкіштен өткізіп аламыз. Дәміне қарай тұз, ысталған паприка және бұрышты қосамыз. Соңында 2 ас қасық өсімдік майын қосып жақсылап араластырамыз. Сарымсақ пен дәмдеуіштеріміз майға сіңгенше бір шетке қойып қоюымыз қажет. Кез келген өзіңіз сүйіп жейтін 200 грамм ірімшікті алып, бір келкі үлкен емес текшелерге кесеміз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Кез келген ақ наннан батондар, сүттен нан немесе тостқа арналған нанды бір келкі текшелерге кесеміз. Наныңыздың көлеміне қарай 4 пен 6 тілімге дейін кесіп ала беріңіз. Және сухариктердің бір келкі түс болу үшін шет-шеттерін алып тастадым. Бір-екі ас қасық көкнарды хош иісті қытырлақ болғанша құрғақ табада қуырып кептіріп аламыз. Шамамен 3-5 минутыңыз кетер. Көкнардың дәмін көруге кеңес беремін. Қытырлап тұрса, пештен ала берсеңіз болады. Келесі қызып тұрған табаға елеуішті қойып, үстінен сарымсақтан майымызды құйып сүзіп аламыз. Майымыз қызғаннан кейін нанды саламыз. Сарғыш әдемі түске боялып, қытырлағанша қуыруымыз қажет. Әрине дайын сухариктерді сатып алуға да болады, бірақ қолдан қуырғаныңыз әлде қайда тәтті болып шығады. Сондықтан ерінбей өздеріңіз әзірлеуге кеңес беремін. Біздің қытырлаған сухариктеріміз дайын болды. Піскен 5 дана орташа жұмыртқаны да текшелерге кесеміз. «450 грамм тауық еті қажет. Сіздер тек қайнатылған тауық етімен немесе ысталған тауықпен істесеңіздер болады. Мен екеуін де қолдандым. Тауықты да бір келкі етіп текшелерге кесеміз. Достар, каналымда әртүрлі пайдалы әрі дәмді рецепттер таба аласыздар. Сондықтан каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіз.
4 дана қызанақты да текшелерге кесеміз. Шамамен 400 грамм. Ыңғайлы әрі әдемі тәрелкемізді алып, үстінен пісіруге арналған табақтың шетін қойып, салатты жинай бастаймыз. Бірақ ескерту, табанның астыңғы жағы тұратын жағынан емес, керісінше қоямыз. Формамның диаметрі 24 см. Ең астына тауықты біркелкі етіп жаямыз. Келесі майонезді жағамыз. Әрине, қолдан жасасаңыз пайдалырақ болады. Келесі жұмыртқаны саламыз. Дәміне қарай тұздап, бұрыш себеміз. Майонезді жағамыз. Қызанақты вилкамен салуға кеңес беремін. Өйткені салатқа артық суы қажет емес. Міне осы қызанақтан шыққан суы қажет емес. Майонез, ірімшікті саламыз. Қайтадан майонезді жағып шығамыз. Ең соңында сухариктерді саламыз. Әрине, оның жібіп кетпеуі үшін дастарханға қояр алдында салған дұрыс. Бұл салатты бұндай формада жасау міндетті емес. Бәрін бір тәрелкеге салып, араластырып майонезбен, соңында ғана сухариктермен әсемдесеңіз болады. Жан-жақтарын кішкене лопаткамен қырып, форманы ақырын төбеге қарай тартып шешіп аламыз. Ал ең соңында көкнармен бетін, жан-жақтарын әсемдеп сеуіп шығуымыз қажет. Міне біздің дастарханымыздың сәнін келтіретін, мерекелік үстелде ерекше көрініп тұратын, шырынды әрі өте дәмді салатымыз дайын болды. Осындай қарапайым өнімдерден әрі бір-бірімен өте жақсы үйлесетін салатты әзірлеп көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге пайдалы болдым деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, басқа да пайдалы рецепттерімді көре отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, аман сау болыңыздар.